Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бұл қорқынышты оқиға КСРО кезінде Ресейде Киров облысында бәрін таң қалдырды. 1989 жылы Александровка ауылының тұрғыны Любовь Михалицин сиыр сауатын сол күні жұмысқа шықпады. Ол жұмыс істейтін фермада ол әйелдің жиі мас болатынын бәрі білетін. Алайда ол өз кезегінде жұмысын жақсы істеп сиыр сауып жүреді. Кім біледі, осы үшін оны жұмыстан қуып жібермеген шығар. Ол жұмыста емес екенін байқаған жұмыс басқармасы ол ауырып қалған шығар деп ойлайды. Ертең жұмысқа шықса немесе бір хабарын берсе деп қалады. Алайда бір күн, екі күн Михалицина жұмысқа келмейді. Сөйтіп ол әйелдің жұмыскерлері не болып қалды екен деп үйіне келеді. Олар сол күні ең қорқынышты сезімде болатындарын білмеді. Қоршау және есіктері ашық тұрды. Сол үшін әйелдер үйге оңай кірді. Қонақ үйге кіргенде алдарында қорқынышты сурет тұрды. Жерде үй киімі мен Любовьтің өлі денесі жатты. Жатқанына бірнеше күн болған сияқты. Жүрегі тоқтап қалған болар. Ол ішкенді жақсы көретін және жүрегі ауыратынын жиі айтып жүретін. Бірақ ол үйде әйелдер көрген нәрселердің ең қорқыныштысы болған жоқ. Бір кезде әйелдер үлкен ағаш сандықтан бір дауыстар ести бастады. Ақырындап сандыққа келіп есігін ашқанда көргендерінен қатып қалады. Оның ішінде сасып кеткен, шашы алба-жұлба шыққан, қол-аяқтары майысқан бір жан иесі отырды. Ол айқайлап жаман сөздер айтып бір итті шақырып жатты. Дұрыстап келіп қарағанда жасы белгісіз бір қыз болып шықты. Өз-өздеріне келген әйелдер колхоз басқармасын шақыртады. Көргенінен үлкен мықты жігіт есінен танып құлап түседі. Любовь Михалицина қарапайым тыныш өмір сүретін. Ол ешкіммен сөйлеспейтін. Күйеуі де балалары да болған жоқ. Өзінің жалғыздығын самогон немесе вино ішумен өткізетін. Бірақ Михалицинді алқаш деп айтуға да болмайтын еді. Ол жұмысын өте жақсы істейтін. 1977 жылдың басында ол әйел жүкті екенін біледі. Кімнен, қашан екенін түсініксіз. Әйтеуір бір тракторист жігіт келіп жүрген екен деген адамдар арасында сыбыр болады. Ол әйел толық болатын, сондықтан ішіндегі баласын ешкім байқамаған. Сөйтіп бір күні жасырын түрде өз үйінде ол қыз босанады. Сол кездері егер әйелдің күйеуі болмай бала туып жатса, оның жағдайы нашар болатын. Әсіресе бір-бірін жақсы танитын кішігірім ауылда болса. Ондай адамды саусақпен көрсетіп мазақтағаны аздай, біреудің күйеуін алып кеткен жүзікше деп айтатын, және онымен ешкім сөйлеспейтін. Алайда ауылда жұмыссыз өмір сүру болмады. Михалицина осыны жақсы түсінген. Сол үшін жүктілігін жасыру керек деп шешті. Сап-сау қызды дүниеге әкелген әйел оны ағаш сандыққа қамап қойғаннан басқа ештеңе ойлап таппады. Ол жерде нәресте 12 жыл өмірін соның ішінде өткізді. Қыздың жылаған дауысын көршілер естіп қояды деп Михалицина қорықты. Сол үшін тек емізгенде ғана шығарып отырды. Айтпақшы, қыздың есімі де болған жоқ. Кейін оның атын дәрігерлер Маша деп қояды. Осылай бірнеше жыл өтеді. Әрине, Любовьта қызы бар екенін ешкім ойламады. Кейін әйелдердің айтуынша ол көп ішетін болды. Алайда жұмысын тиянақты жақсы істеп жүреді. Және олар Михалицина асханадан тамақ қалдықтарын көп сұрайтынын айтты, итіне деп. Кейін нан және сүт қалдықтарын Маша отырған сандықтың ішінен табады. Осы жағдайда байқұс қыздың қалай тірі қалғаны бір Құдайға мәлім. Елестетіңіздерші, 12 жыл қараңғы сандықта өмір сүру. Осы жылдар бойы Маша иті мен есалаң анасынан басқа ешкімді көрмеді. Кішкентай қыз анасы әкелген ескі нан жеп, сүт қана ішіп жүрді. Ешқандай дәрумендер, тәттілер, дәмділерді қыз көрген жоқ. Бұл шынымен де қорқынышты. Қыздың сандықтан шықпағанын оның денсаулығы айтып тұр. Тұрғындардың айтуы бойынша сандықтағы қыз қақпанға түскен жабайы аң сияқты болды. Оны тапқан адамдарға жануар секілді ырылдап ысылдайтын. Сырт келбетіне қарап, қыздың жуынбағанына көп уақыт болғанын айтуға болады. Алба-жұлбасы шыққан, үстінен жаман иіс басқан болды.
Тез арада бұл жайлы ақпарат жан-жаққа тарады. Сол жерге дәрігерлер және полиция қызметкерлері келіп, қызды Котельнич деген жердегі балалар ауруханасына жатқызады. Ол қызға бір нәрсе үйрету қиын болды. Маша барлық нәрсеге жабайы көзбен қарайтын, ал тамақты екі қолымен ғана жейтін. Ол бір-екі жаман сөзден басқа ештеңе білмеді. Анасынан естіген сияқты. Машаның бойы 60 сантиметр болды. Ойлаңыздаршы, туылғаннан бері почти өспегенде. Оған мидың жетіспеушілігі деген диагноз қойылады. Ал генетикалық тұрғыда еш ауытқу болмады. Алайда қазіргі кезге дейін аяқ-қолдары қисық болып, инвалид коляскасымен қозғалады. Қазір оның жасы 47-де. Әлі сол психбольницада өмір сүруде. Ал балалық шағын ол білмейді. Мүмкін миы сол сұмдық шақты жауып тастаған да шығар. Осымен бітті достар. Арнаға тіркеліп комментарий қалдырыңыздар. Қазақша YouTube дамысын.